Мен Лысаченко Инна Николайқызы. Кербұлақ ауданы Талдыбұлақ ауылының тумасымын. Менің ата-бабам да әке-шешем де Қазақстанда туылған. Талдыбұлақ ауылының байрағы тұрғындары. Өзім Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепті орыс тілінде бітіріп, Талдықорған қаласындағы Күләш Байсейітов атындағы колледждің вокал және дәстүрлі ән бөліміне грантқа оқуға түстім. Оқуымды қазақ тілінде жалғастырамын. Мектепте 6-шы сыныптан бастап қазақ тілінде өтетін әртүрлі байқауларға қатыса бастадым. Менің алғашқы ұстазым Талдыбұлақ ауылдық мәдениет үйінің директоры Доспанбетова Райгүл Нұрғазымқызы. Райгүл апайдың тәрбиелеуімен көптеген жетістіктерге жеттім. Аудан және облыс республика көлемінде өткен Кербұлақ жұлдызы, Абай оқулары, жұлдызы қолтаңба, тағы да басқа көптеген байқауларда жүлделі орындарға ие болдым. Мен үшін ең үлкен сыйлық Алматы облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен өткен Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған өзге ұлт өкілдері арасында өткен онлайн байқауы болды. Бұл байқауда бірінші орын алып 120 мың теңге ақшалай сыйлықпен марапатталдым. Мен болашағымды туған елімнің тілімен және мәдениетімен байланыстырғым келеді. Қазақстандық екенімді мақтан тұтамын. Қазақ тілін әрбір азамат білу керек деп білемін. Талдыбұлақ, туған менің ауылым. Жайлап отыр биік таудың бауырым. Сенде тудым, сенде өстім, ер жеттім, сенде сездім жастық шақтың жалынын. Баға жетпес алтын бесік асылым, сен дегендей ағыл тегіл тасыдың. Қыс келгенде оралсын ақ көрпеге, жас келгенде жасыл желек жамылдың. Қандай әсем таудан аққан бұлағын, жайқалады жағасында құрағын. Кіп-кішкентай бөлшегінің өзінің, мәңгі бақи сені қадір тұтамын.